Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Құрметті мұсылман бауырлар, құрметті қазақ елі. Исламофобиялық көзқарас деген бар. Исламды жек көру, ұнатпау ежелден келе жатыр, қияметке дейін бола да береді. Бұл екі түрлі топпен жүзеге асады. Біріншісі білімсіз түрде. Бір ит көріп өреді, бір ит еріп өретін кейіпі. Болмаса Абай атамыз айтқандай, ел айтса болды, жұрт айтса көнді, әдеті нашар адамның дейді. Жұрт, орамалдағылар осындай, намазхандар осындай, сақалылар бүйтеді екен деген әңгімені естіп, сол естіген айта береді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, естігеніңді айта берсең, сенің өтірікші болуыңа жеткілікті дейді. Екіншісі, білімді түрде қарсы келетіндер. Ішкі жан дүниесі біледі ақиқатты. Бірақ ислам келіп оның көптеген нәрсесін шектеп тастағаннан кейін нәпсісін ұнатпай қарсы келеді. Егер ислам оның көптеген нәрсесін шектесе, демек ол көптеген күнәда жүрген адам деген сөз. Енді көбінесе осыдан зардап шегетін бұқара халық, жаңағы кейбір білімсіз түрде еріп жатқандар. Тағы бір мәселе бар. Ринат Зайытовтың соңғы айтылған әңгімесіне байланысты. Мен бұл тақырыпты қозғап өзіме очко жинау емес, тек қарапайым халық бір ақиқатына көз жеткізсе екен деген ой. Біреулер жазып жатыр, намаз оқысаң өзің үшін оқисың, неменесіне ақталасыңдар деген секілді. Иә, біз ақталмаймыз. Тек исламға күйе жағылып кетпесін, мұсылмандардың абыройы қорғалсын, көпшіліктің абыройы, жеке адамның басынан емес. Өйткені ғалымдардың сөзі бар. Діндеріңді қорғаңдар, есек секілді болмаңдар дейді. Өйткені басында сұлғайтып жүре берсең, қазіргі заманда балақтағы бит басқа шығады дейді. Ол осындай әңгіме. Екінші келіспейтін тұсым, бұл кісі айтты, 80% намазхандардың алаяқ. Түсінуге тырыстым, иә, андай бір адамдар бар. Діннің атын жамылып, қылмыс жасайтын болмаса, исламға жаңадан келіп жатқан адамдар да болуы мүмкін. Әлі нәпсісін тие алмай жүрген бар ғой ортамызда, туыстарымыз, адамдарымыз темекісін тие алмай, басқа жаңағы дүниесін тие алмай, бірақ Алла тағала әсте-әсте оны алып келеді. Мұсылманшылық әсте-әсте деп сол үшін айтылған. Екінші келіспейтін нәрсем, бұл ағамыз қылмысын айта отырып, дінін тілге тиек етті. Бұл тәсіл дінсіздердің қоғамында негізі көбірек қолданылады. Англияда, Францияда, осындай бір дінсіз елдерде бір мұсылман сипаттағы адам қылмыс жасаса, ол намазды оқымау мүмкін, түр ұқсау мүмкін да, сақалы бар жаңағы. Бірден айтады. Выходец из мусульманских стран дейді. Болмаса, исламский боевик дейді. Ал басқа дін өкілі жасаса, белый расист, белый террорист деп қоя салады. Сондықтан ақ қарасын ажырата білейік, зерттейік, сұхбаттасайық, осы дінді ұстанып жүрген адамдармен. Дінді ұстанып жүрген адамдардан үйренесіздер. Ассаламу алейкум. Ақпарат ұнаса арнамызға жазыл.